бұл өнер арнасы. Арнамызға абонеңіз, пікір білдіріңіз және комментарий қалдырыңыз. Біз бүгін атақты актриса туралы айтатын боламыз. Сонхё оңтүстік Кореяның танымал актрисасы. Ол 1981 жылы 22 қарашада Тегу қаласында дүниеге келген. Сонхё өзінің нәзік әрі әсерлі ойынымен Азия елдерінде ғана емес, бүкіл әлемде танымал болды. Мансабына тоқталатын болсақ, Сонхё бала кезінен бастап түрлі жарыстарға қатысып, 96 жылы сүңгілдің модельдері байқауында жеңіске жетті. Бұл оның шоу-бизнеске қадам басуына жол ашты. Ол өзінің актерлік мансабын 90 жылдардың соңында телехикаялардан бастады. Танымалдылығына келетін болсақ, Сонхё 2000 жылдарда шыққан «Күз ертегісі» атты мелодраманың телехикаясына танымалдылыққа ие болды. Бұл драма оңтүстік Корея мен басқа Азия елдерінде кеңінен таралып, Сонхёның мансабын маңызды сәттердің бірі болды. Сондай-ақ ол толқындар үстінде сияқты басқа да танымал телехикаяларда басты рөлдерді сомдады. Жеке өміріне келетін болсақ, Сонхё 2017 жылы өзінің әріптесі актер Сон Чхон Киді екеуі некеге тұрған. Алайда олардың некесі ұзаққа созылмай 2019 жылы ажырасып кеткен. Сонхё көптеген марапаттарға ие болып, халықаралық деңгейде танылған. Ол әдемі келбетімен ғана емес, сонымен қатар шебер актерлік қабілетімен де танылды. Сонхё қазіргі уақытта актерлік мансабын жалғастырып, түрлі жобаларға қатысып жүр. Актриса орта мектепті бітіргеннен соң Сэджонг университетіне түсіп, кино және драма мамандығы бойынша білім алды. Сонхё жиі қайырымдылық шараларға қатысып, әлеуметтік жобаларды қолдайды. Сон жиі әлемдік деңгейдегі сәнді брендтермен жұмыс жасайды. Ол Шанель, Диор, Фенди сияқты әлемге әйгілі сән үйлерінің бренд амбассадоры болып келеді. Оның керемет келбеті мен талғампаз стилі оған сән индустриясында да жоғары бедел алып келді. Ол әлі де өз саласында белсенді және жаңа жобалар мен фильмдерді көпшіліктің назарында.